Ал қазір жарнама. Осы видео бастамай тұрып, Найскил деген каналға тіркеліп кет. Оның каналында өте күшті видеолар шығып тұрады. Мысалы, PUBG Mobile және де Free Fire. Оған 100 подписчикке дейін жеткізейік. Ссылкасы описанияда. Менің атам кезінде аңшы болған. Атамда бір оқиға болды. Жаз болды. Орманға барды. Әл жас болғанда аңда ауылға баратын. Осы жердің бәрі тапталған және де таныс болған. Сондықтан да атам орманның ең ішіне кетті. Сол жерге ешқай аңшы да бармайтын. Жолда өте көп сынған таяқтарды және де біреудің жүзін тапты. Ең жаманы біреудің ізі. Атам қуанып кетті, аюдың ізі деп. Бірақ та қараса аюдікі емес және де адамдікі де емес. Кеш батып бара жатты. Атам қуаған ағашты тапты. Отты жақты да тамақты жылытуға кірісті. Дауыстарды есту бастаған. Біреу атамның қасына айналып жүрді. Мүмкін оттан қорыққан шығар. Сондықтан да келмеді. Атам ұйықтай алмады және біреу айналып жүрді. Сондықтан да отты өшіріп алмау керек еді. Таң атты да қыстауға кетті. Тауға жақынын. Үйге ешкім келмеу керек еді. Сол жерде түнде жату жақсырақ. Сол кезде анау құбыжық кетіп қалатын шығар, деп ойлады. Қыстау ол кішкентай үйшік. Сол жерде қонуға болады, адасып кеткен адамдарға және де тамақ ішуге. Бұрын сондай көп салатын. Атам кешке бірақ келді. Сол ұзақ уақыт бойы артынан біреу жүрген. Атам есікті жапты да пешті қосты. Жылынуға және де тамақ пісіруге. Қыстаудағы тамақты теспеді, өзінің тамағын алды. Тамақ ішті де тез ұйықтап қалды. Түнде бір дауыстары оны оятты. Біреу есік ашқысы келген. Есік өте жақсы болды, сондықтан да аша алмады. Мылтықты алды да майшамды қосты. Құбыжық терезенің қасынан өтіп шыққан. Ата мылтықпен қараңғыға қарап тұрды. Дауыс шықты. Атам құбыжықтың бетін көрмей қалды. Атқаннан кейін құбыжықтың дауысын естіді. Содан кейін ол жарақаттанды деп артынан кетті. Үйшіктен тез шығып кетті. Қолында мылтық және де майшам болды. Ал артқы қалтасында оқтар. Үлкен құбыжық жүріп кеткенін көрді де артынан кетті. Соншамалыққа қызығып артынан көп уақыт бойы қуалады. Тағы да атты. Содан кейін көрмей қалып тастан құлап қалған. Аңшылар атқан дыбыстарды естігеннен соң жаман зат болып жатқанын біліп, 4 адам иттермен кетті. Мүмкін сондықтан атам тірі шығар. Иттер үргеннен құбыжық қашып кетті. Ал атам ағаштың қасында жатты. Атам айтты, 5 рет оған жақыннан аттым деп. Содан кейін құбыжық таудырды. Атамда жара қалған.